батырлар, хандар. Қандай тарихи кітапта бар өзі, айтыңыздаршы маған. Абылай Бергі, Қабанбай Бөгенбай, арғы Керей Жәнібектердің бір тарихи неде, бір кинода бар ма? Солар мұзды ойып ертіске түсіп жатқаны, Алакөлге түсіп жатқаны, Каспийге түсіп жатқан Бекет ағаның, Бекет әулиенің Каспийді ойып мұзға түсіпті деген бір аңыз әңгіме бар ма? Жоқ. Қабанбай Алакөлді мекендеді. Бір аңыз әңгіме бар ма? Осы жерде қыста түскен жер екен, жазда жуынған жер деген жер жоқ. Енді жараларын жазды, әскерін шомылдырды деген сөздер бар. Қабанбайлар, Шыңғыс хандар. Менің барақ атамның өзі бүкіл ертіс, бүкіл шығыстың суы қолында болды, өзендері. Бір тарихи орын жоқ. Осы жерде көкжал барақ әскерімен қыстың күні шыныққан екен деген жер жоқ. Керісінше айтылады. Бір тайдың етін жеген, бір саба қымызды ішкен деген әңгімелер бар. Былай қарасаңыздар. Ал оның бәрі жаңағы сақ моншасы, суыққа шомылу, суықпен шынықтыру, оның бәрі далбаса шынын айтқанда. Біреудің қаңсығы бізге таңсық болып отыр да. Көрдіңіздер ме? Міне, қазақтың түбіне жететін осы. Қайдағы бір ақпараттарға сенеміз. Шет елдің бізге әдейі жасап қойған нәрселері. Қолдан тегін қазақ өзін өзі жойып жатыр. Ұрпақсыз қалып жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Демография бізде мүлдем дамымай жатыр. Негізі санаңыздаршы. 30 жыл бұрын қанша болдық, қазір қаншамыз? Көршілес мемлекеттерді қарайық, саны бірге бір өскен. Біз қазір 40 миллионға болып кетуіміз керек болған. Жоқ, әлі 20-ға жеттік пе, жетпедік пе белгісіз. Оның барлығы тамақтану дұрыс емес, суыққа салып жатыр адамдарды, киім дұрыс емес, жаздық киіммен қыстан шығады. Көрдіңіздер ме? Адамдар ми ашып кеткен, TikTok, Instagram, кешке дейін Тұрсынбек, тағы бірдеме, ол не ол? Жарайды ол. Өзінің проблемасы. Мен өзімді қарауым керек, өзім балама қарауым керек. Денсаулығына бірінші. Біз денсаулық болғаннан кейін біз мамандығымыз. Денсаулық жөнінде айтамыз. Сондықтан әр қазақ мен жалғызым, әркім өзін сауықтыру керек. Бала шағасын сауықтыру керек. Қалай? Этно сауықтыру. Балаларымыз қалай жасады, солай жасасақ шатаспаймыз.